Баршаңызға сәлем, ноқат қосылған палау дайындаймыз. Ноқатты қайнаған ыстық суға салып 5-6 сағатқа қалдырамыз. Қазанға май құйып, ет және сәбізді салып, қызартып қуырамыз. Татымына қарай тұз қосуды ұмытпаңыздар. Қайнаған ыстық су құйып, шамамен 5-10 минут қайнатамыз. Одан кейін ноқатты салып, 20 минут қайнатамыз. Осы уақытта күрішті салқын тұзды суға салып қоямыз. 20 минуттан кейін күріштің суын сырғытып, қазанға саламыз. Қайнаған ыстық су құямыз, күріш екі елі батып тұру керек. Суыт әбден тартылғанша қайнатып, күрішті ортаға жинап, қақпағын жауып, орамалмен орап қоямыз. Шамамен 30 минут баяу отта пісіреміз. Біздің палауымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай күріш бір-біріне жабыспай, шашырап, әдемі пісті. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Аянат.